Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 9 сынып Қазақстан тарих пәніне арналған 3-ші тоқсанға арналған БЖБ талдауымызды бастайтын боламыз. Бүгінгі біздің БЖБ талдауымыз Қазақстандағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғалары және қайта құру жылдарындағы Қазақстан деген тақырыптар бойынша БЖБ келіп отыр. Әдеттегідей оқу мақсаты, бағалы критерийлері, орындау уақыттары көрсетілген. Міне көріп отырмыз. Бүгінгі біздің БЖБ-мыз 3 тасымадан тұрады. Бірінші тасымамыз берілген сурет негізінде сұрақтарға жауап беріңіз. Яғни мына суретте көрсетілген міне астында сұрақтар көрсетіліп тұр. Берілген ескерткіш қандай тарихи оқиғаға байланысты қойылғандығын анықтаңыз. Тарихи оқиғаның орын алу себептерін жазыңыз. Оқиғаға қатысушылардың алдына қойған басты мақсаттарын жазыңыз. Тарихи оқиғаның маңыздылығын дәлелдеңіз. Бұл бірінші тасыма бізде. Екінші тасыма берілген дерек негізінде сұрақтарға жауап беріңіз. Берілген өлең жолдарының авторын анықтаңыз. Одан кейін автордың өлеңіндегі басты ойды сипаттаңыз. Үшінші мәселе, қайта құру жылдарындағы Қазақстандағы демократиялық процестерді түсіндіріңіз дейді. Яғни Жаңаөзен оқиғасының себептері нәтижесі, Қарағанды кеншілерінің себептері мен нәтижесін көрсетіңіз дейді. Дескриптірімде көрсетіліп отыр. Бүгінгі біздің БЖБ-мыз 10 балдан тұрады екен. Оқушылар, сіздерге ескертетін жағдай, алдымен жауаптарын көрмес бұрын біздің арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, пікір білдіре кетіңіздер, қолдау білдіре кетіңіздер. Ендеше кеттік. Жауаптары. Бірінші тасымада тарихи оқиға байланысты қойылғандығын анықтаңыз деген болатын. Монументте тікелей бұл 1986 жылғы желтоқсан айында болып өткен желтоқсан көтерілісіне байланысты қойылған монумент болатын. Яғни монумент дегеніміз ол ескерткіш екен, қазақша. Бірінші тасыманың екіншісі тарихи оқиғаның басталу себептері дейді. КСРО-дағы үкімет билігінің төрағасы Михаил Горбачев билікке келісімен одақтас республикадағы басшылар, атқару комитетінің төрағалары орнынан босатылып, кеңестік республика осылайша қайта құру кезеңін бастан кешіп жатты. Көтерілістің басты себебі 1986 жылдың желтоқсан айында Қазақстан Компартиялық орталық комитетінің бірінші хатшы лауазымына Дінмұхамед Қонаевты орнынан алып тастап, оның орнына Геннадий Колбин тағайындалуы түрткі болды. Геннадий Колбиннің билікке келуі ол қазақ халқының жағдайын білмейтін, салт дәстүрінен мүлдем бейхабар, қазақ жерінің саяси жағдайын мүлдем естімеген тұлғаның болуы еді. Міне осы басты себеп болды бізде. Үшінші, оқиғаға қатысушылардың алдына қойған басты мақсаттарын жазыңыз. Кеңестік республиканың құрамындағы әрбір халықтың өзіндік дербес құқын болуын және сонымен қатар әрбір халықтың өз ұлтынан шыққан тұлғаның басқаруын қалады. Міне, төртінші, тарихи оқиғаның маңыздылығын дәлелдеңіз. Желтоқсан оқиғасының тарихи маңызы өте зор, өйткені біріншіден қазақ халқының ұлттық санасының өсуіне ықпалын тигізді. Қазақтың сана сезімін, ұлттық мақтаныш пен тәуелсіздік туралы ұғымын түбірімен өзгертті. Екіншіден, КСРО құрамындағы одақтас республикалардың ұлттық рухының күшеюіне әкелді. Үшіншіден, халық арасында демократия және адам құқығы деген ұғымға үлкен өзгеріс енді. Сонымен қатар КСРО-ның ыдырауына басы болып табылады. Міне осымен бүгінгі біздің бірінші тасымамыз аяқталды. Енді екінші тасымаға көшейік. Екінші тасымада естеріңізде болса, жоғарыда өлең жолдар көрсетілген болатын. Осы өлең жолдардың авторы Қайрат Рысқұлбеков деген кісі болатын. Оның осы өлеңдегі басты ойы ол қазақ халқының еркіндігі, дербестігі, Семей облысында болып өткен атом бомбасын жаруға деген тоқтау салу, қазақ халқының тек қана қазақ қана басқаруын сұрауы болды. Міне осымен біздің екінші тасымамыз аяқталды. Енді үшінші тасымамыз Жаңаөзен оқиғасының себептері. Біріншіден, қалада тұрғын үй, балабақшаға кезекке тұру өте баяу жүріп жатты. Сонымен қатар жергілікті жастардың арасында жұмыссыздықтың саны өсті. Қала ішінде жергілікті халықтан арнайы өнеркәсіп саласында жұмыс жасайтын мамандар даярланбай, керісінше көршілес елдерден жұмысшы көзін әкелдіре бастады. Міне бұл бірінші себеп. Екінші себеп, көршілес елдерден келген жұмыс істеушілер жергілікті халықтың кемсітуі, әлеуметтік қақтығыстың басталуына әкеліп соқтырды. Бір қарағанда бұл оқиға ұлтаралық қақтығыс сияқты көрінгендей болды, алайда бұның бәрі кеңестік әлеуметтік саясаты еді. Енді Жаңаөзен оқиғасының нәтижесі.
көршілес елдерден келген өзге ұлт өкілдері қаладан толығымен шығарылды. Үкімет билігі толығымен Жаңаөзен қаласы тұрғындарының әлеуметтік тұрмысқа жағдайларын жақсартуға бағытталған арнайы жобалар жүргізілді. Міне, енді келесі Қарағанды оқиғасының себептері: кеншілер еңбекақыны көтеру, шахталардың жұмыс жағдайының жақсаруын, азық-түлік тауарларының түрлерін көбейту сияқты талаптармен бірге Семей ядролық полигонын жабуды, бүкіл одақтық ведомстволардың монополиясын жоюды талап етті. Ең соңғы тасымамыз Қарағанды оқиғасының нәтижесі. Бұл Қарағанды кеншілерінің басты талаптары орындалды, алайда кейбір талаптар дереу арада орындалғанмен де кейбір талаптар, оның ішінде кеншілердің қосымша ақысы, медициналық қызметті жақсарту туралы талаптары, Семей ядролық полигон жабу туралы талап кейініректен Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін алғаннан кейін ғана орындалған болатын. Міне осымен балалар, бүгінгі біздің БЖБ талдау шығарылымыз аяқталды. Егер сіздерге бүгінгі шығарылымыз ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.